Сәлем достар, бүгін біз жент шоколадты жент және финики в шоколаде жасайтын боламыз. Жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды өтінемін. Бізге керек заттар: ең бірінші жентті жасап алатын боламыз. Оған біз осындай сары майымызды табамызға салып ертіп аламыз. Одан кейін үстіне 2 ас қасық балымызды салып ертеміз. Одан кейін кішкене суытып 300 грамм талқанымызға осылай майды құйып араластырып, одан кейін жабысқақ болған кезде осындай силиконды формамызға салып аламыз. Салған кезде тығыздап салсаңыздар, формасы өте керемет болып шығады. Осылай салып аламыз. Барлығын салғаннан кейін, менде тек бір силиконды болғаннан кейін, мен осылай дөңгелектеп жасап алдым қолмен. Одан кейін біз құрмамызды, яғни финикимізді дайындап аламыз. Бұл жерде 15 шақты құрма алдым өзіме. Осындай ортасындағы тастарын алып тастайтын боламыз барлығын. Жуып дайындап аламыз бірінші финикиді. Содан кейін осындай грек жаңғағын салатын боламыз ортасына. Барлығына салып шығамыз. Менде цукари деген құрманы алдым. Өте керемет жұмсақ, дәмді құрма. Одан кейін біз шоколадымызды ертіп аламыз. 100 грамм шоколадқа 50 грамм сары майымызды салып, мен духовкаға ертіп алдым. Сіздер микроволновка болса, микроволновкаға ертіп алсаңыздар болады. Одан кейін финикимізді осылай шпажкаға тығып, осылай домалатып, шоколадқа домалатып, осындай тарелкамызге барлығын қоямыз. Егер сіздерде осындай шпажка болмайтын болса, жай ғана салып, домалатып, шанышқымен, вилкамен алып алсаңыздар болады. Одан кейін біз осылай формамыздан жентімізді босатып, осылай шоколадқа батырып аламыз барлығын. Беттерін батырып аламыз осылай. Барлығын осылай жасап шығамыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Одан кейін өздеріңіздің қалауларыңызға әрлесеңіздер болады. Мен финикидің үстіне, құрманың үстіне грек жаңғағын, грецкий орехты осылай қойып қойдым. Өте керемет болып шығады. Яғни грецкий орех пен құрманың дәмі деген шоколадпен қосқан кезде өте керемет жасап көріңіздер. Өкінбейсіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.